Жіберіңдер! Шығармаңдар вообще! Жібер! Жібер! Ешқайда алма емес! Бәріңді соттатқызам мен! Әкем Астанада прокурор болып істейді, білесіңдер ме? Ешқандай да! Мен сендерге мал емеспін, күйтіп басыма... Келдім, айналайын, алдым. Жіберіңіз, апа мен жігітім бар, білесіз ба? Менің де жігітім болған кезінде жаным. Ештеңе жоқ, ақбосаға аттадым. Жіберіңіздер! Үйде сіңілім мен анам күтіп отыр мені, олардың асырайтын ешкімі жоқ олардың. Менің 5 сіңілім болған кезінде жаным. Оларда қалған. Көніп кетесің. Жібер! Бақытты боласың, айналайын. Неменеге менің сөзімді қайталап беріп тұрсыз? Қайталап тұрған ештеңем жоқ. Сен Жіберіңдер. дайындалып осы үйде ремонт жасадық жаным. Шына мен келмесем... Орамалды, басқа салған орамалды сілкіме, айналайын. Үйіңізге ремонт жасамайсыз ба? Сонда келін түспесе басқа Енді уақытта... келін күтіп отырғаннан кейін құда күтетін болғасын, қазақтың өзінің салты ғой солай. Жіберіңдер! Жаным, Бәріңді соттатқызам осыны. сендер үшін бәрін жасаймын жаным. Не жасайсыздар ал? Керек болса қаладан үй алып берем мінекей. Керек емес Ағамның үйдеріңіз. үйі бар қалада. Жоқ. Мынау жер алып берем мына жерде. Жер де керек емес маған. Ой, барлық жиған тергеп сенікі деп тұрмын ғой жаным. iPhone 14 алып берем. Точно алып бересіздер ма? Точно енді ол iPhone 14 дегенде жер мен үйдің қасында айналайын. Бәрін алып берем. Барлығы сенікі осы менің бар жиған тергенімнің бәрі сенікі. Жаным бақытты болшы. Топастар десе, қолымнан тарта беріп, бір қолым ұзын болып қалды ғой. Алло, Мағрипа, не болды? Алло, Анел жаным мен алып қашып кетті ғой. Қумаш? Реально ма? Ойнамаш, Мағрипа? Иә, тезірек кеш қасмайым. А то мен асылып өлем қазір. Тезірек кеш жалғызсыра отырып адрес жіберем қазір жаным. Болды, жылай бермеш. Қазір барам. Все, уайымдама, қазір барам. Аха, давай. Қыздарға айтуым керек. Сәлем достар, домалақ бастар, қалайсыздар? Сіздердің мағрипушкаларыңыз енді бір үйдің келіні болып, түтінін түзу түтететін болады. Ақ орамалмен құттықтап, Каспий Голдтан құттықтау қабылдаймын, астыға жазып кетем. Давайте. Келдіңдерский контент күтіңдер. Отыр қой, үйленіп кетіп жатыр. Шүкір бұл жағынан аға. Ассалам. Үйленген бала деп қоясың ғой. Сендерге әрдайым орын бар. Түкпір-таңға барып қоныңдар. Амыр қалай, үйленген қалай, жақсы ма? Пока сезіне алмайдым, енді қонақтар ары шапқылап жүрмін орада. Молодецсің, өзіңде сақал жоқ, сақал бар қыз алыпсың ба? Сен бір жерге шығару үшін қатыннан рұқсат сұрай шығамыз, Жоқ, өзім шығамын. Ондай емес ол. Қандай ол? Бірақ молодецсің, бұрыннан жыбыршық едім, түнде тыныш жатпаймын десе кересің. Молодецсің. Әрекет жасаймыз ғой. Тамыр, главный, некеңді қидырғын. Бір ойды сойғын, мені шақырғын, жарай ма? Сылдырып тастаймын әйтпесе. Ертең безажар уайымдама, бәрін ұйымдастырып қойдық, балдар өзіміз рахмет жігіттер, ардышы кәдімгі риза болып тұрмын да сендерге. Баня-саняға өзіміз баратын болдық ба енді? Ой, бірге барамыз ғой. Барасың ба? Ой, қатын дүр жаман ғой, ұры өлдіретін сияқты. Бізбен қатып кетпей ма үшеу? Біріне қарасаң, баня сабалатын сияқтың. Бұл баня сабалады да ертең. Мачалка керек емес бұған қатын жақта ғой. Молодецсің. Асық тұрған шығар бала уже. Бүгін бірінші түн ғой. Ішке кірсеңдерші, жүзіңдерші, соғық моғық тамақ бар бәрі бар. Жоқ, үйде бар соқ. Жүндер кет, бір дейін. Жоқ. Мағрипа, жылап атсың ба? Машина жарыстырып атсың ба? Қалай жыламайсың, Анел, ойлаш. Менің арман, мұрат мақсаттарым бар еді ғой, олардың бетіне қалай қараймын ертең? Арманның машинасы бар, өзінің алтын сататын мамасы бар, Мұраттың бизнестері бар, папасы прокурор. Сорлыда тышқақ лағы да жоқ сияқты ғой үйінде. Ештеңе етпейді. Қыз Мұраты кету деген. Бірге дүние жинап байып кетесіңдер. Чо? Анел, мойындашы өзің, мен мынау сияқты сорлыға лайық емеспін ғой. Мен ана принц Чарльздардың қасында жүретін қызбын ғой негізі, Иә. Ой, кешірші. Мына жер штор ғой, тез шығып кетеді мына жерден. Әрине. Не болды сонша мұрның жоқ? Мұрның ішіне кіріп осырып кеткен жоқпыз ғой?
мына яппашамайтын қатын әлі өсек айтып отыр ма? Тұрып кішем мама көмектесші. Жалғыз өзі жүріп анда мында шапқыламанда. Есің дұрыс па сенің? Мен келінмін ғой, маған шымылдырықтан шығуға болмайды, мен ешкім көрмеу керек беташарға дейін. Атаңның басы саған түсінің ба? Не сасып тұрың әзір бәпше? Үйлерің сасық сендердің. Осырып жүріп қалағасындар ма, бір нәрсе қылғасындар ба? Көп сөйлей берме, барда ертеңгі беташарыңа дайындал. Отыр ма, қонақ қысап неждеп, бедірейіп. Килки ұқсаған бәле. Үйтіп маған айқайлап сөйлеме, мен сен қолың емеспін, дұрыстап сөйлесін. Кішкене дұрыстап сөйлей өлгенше тіліңді тартып жарай ма? Бедірейіп отыр. Наче менен не бәшем мынаған? Мама! Осындай характері бар жігіттер ұнайды ше маған ше. Орныңа қойып тастайды ғой. Өздерің осындай орныма қойып тастайтын жігіттер ұнайды деп үйленіп аласыңдар, сосын мені ұрды деп жылап отырасыңдар. Күшті ғой зато. Барып столдарды реттеп дайындап тастайық, иә. Мына жігіт маған жәйме ұнап келіп жатыр. Мінезі бар жігіт екен. Жүрсе кеттік. Ассалаумағалейкум. Ой, құтты болсын. Кел, асалам, кел. Бастайық. Оу, бұл қазақ ақындарын бағалап ет, Қабдолға сөз бердің ел шабалар деп. Нұрдәулет звондап айтып еді, тойма домбыраңды ала келдім. Нұрдәулет шақырған соң жетіп келдім, келмей қалсам менсінбей қалар ма деп. Ендеше шапалақ ұрыныздар тойысы Орынғали деген әкеме деп. Тағы да бір шапалақ ұрыныздар тойысы Мақпал деген анама деп. Келесі шапалағын маған болсын, менсінбей жүрмеңіздер балама деп. Осындай бет ашарға келіп алып, қол соқпай тұрып алу жаман әдет ай. Келесі кезек қайнаған жарар пайдаға, інісі келін алғанды көрімдік салмас майдалаң. Қайнағалар керемет, бұдан артық не керек, қамқоршымыз болып жүр нұрын себелеп. Абысының тағы бар, басында үлкен бағы бар, иіліп сәлем салсаңыз алға ағылар. Деп қайнағаларымызбен жеңгелерімізге бір сәлем деп қояйық. Есімдерін атап өтетін болсақ, Бағжан ағамыз бен Мағжан ағамыз, Сақжан ағамыз, Тоғжан ағамыз дейді. Және де абысындарымыз Гүлсім, Салима, Гүлмира, Самал, Гүлжан, Еркеназ болған сияқты ғой. Болды, қалғандар әпкелері. Толқын жеңгелері. Гүле апа 500 теңгесінес? 500 теңге 1000 теңге сала бермей, нормально салмайсыздар ма? 5000 теңгенің тамағын ішіп қойдыңыздар ғой қазір. Бәрі қымбат еще қазір. Нұрдәулет деп ән саламыз, Мағрипа деп жар саламыз. Екі жас деп... Тоқташ тамадан. Құрметті жиналған қауым, беттерін айтайын, жаман ұятсыз екенсіздер бар ғой. Сіздер келеді деп кешеден бері сиыр сой, бауырсақ пісіріп, тамақ дайындап, нәжелерге кәмпит, печенье бәрін сатып алып келіп отыр. Ал сендер келіп 500 теңге, 1000 теңгеден салып жатсыңдар. Ұялмайсыңдар ма? Ертең өздеріңде балдарын үйленеді ғой. Апарады ғой сол кезде нормальды қылып. Бұл ақшаның барлығы, Нұрдәулет екеуміздің болашағымыз үшін деп жиналып жатқан ақша. Мағрипа, сен есәләңсің ба? Ана ақшаның барлығына беташар естілады, тыныш тұр аузыңды жапта. Кешіңіздер, ят болып қалды енді. Енді ешек не жемейді, Мағрипа не демейді деп қойса. Үйге кіріңіздер, бәріңізге шай демдеп берейін, ә? Жүріңіздер. Негізі жаңа келіндеріңіздің айтқан сөзінің жаны бар. Дұрыс айтып тұр негізі. 500 000 теңгеден ұят қой енді.
шыны керек нормально ғой, навес бар, жақсы жасап жатсыздар. 5 мыңнан 10 мыңнан салсаңыздаршы енді. Қайтадан айтам қазір, қайтадан келіп салыңыздар, иә? Достары көп, бәрібірде, ғани қашпа, бәрібірде болмайды. Балдар кетіп қалды ғой, дос балдар. Туысқандарды айтып, туысқандар айтып келесі Ал, жақсы адамның басында кепкі болады, қолтығының астында кішкентай щетка болады деген. Мынандай бір вечерде бір тамада болса, вообще четкий болады деп қоясың. Енді бір өзім тамадалық қылып жіберейін. Мына төрде Мағрипаның құрбысы отыр, мына бірде мынадай бойдақ жігіттер бар. Мына жақсымен жақсы қосылса, екі жақсы болады. Жаманмен жаман қосылса, екі жаман болады деген таныс білсін. Әдемге отыра беріңдер, тамақтанамын. Өтірікті бере-бере кестейсіз. Жақсымен жақсы қосылса, екі жақсы болады. Жаманмен жаман қосылса, екі жаман болады деп. Рахат дегенде көп қондайлар білесің ба? Жастықмен жастық қосылса, екі жастық болады. Машинамен машина қосылса, екі машина болады деп. Тамадасын ғой, сәл қамырдан қыл суырғандай қылып, мақал мәтілдетіп сөйлемейсің ба? Дұрыс айтып отыр Мағрипа. Тамадамын деп. Болмайтын нәрсе айта бермейсің сен. Ой, сендер тамададан сөз таусылған ба? Мен қазір жіберем ғой ондайларды. Мына Мағрипаның құрбысына қарап басым кетті. Мағрипаның шайын ішіп жазылып кетті деп қоясың, көрдіңдер ме? Нормально ма? Сорлы. Жоғалшы, мен өзім тамада болам. Мені тыңдаңдар. Армысыздар жиналған көпшіл қауым, бүгін беташар вторник деп келіп қалдыңдар ғой. Қыздар нампаннан, балдар шампаннан алып отырайық. Мен құрбымды әдемі деп ауылдың шетіндегі лай суға апарып тұншықтырып жүрмеңдер, мас боқам. Мал. Нормально бар. Не деп тұрсың сен? Бұрда қойсай болды. Мен қоя алмаймын мен. Айко, мен далаға шықсам да қоя алмаймын. Қоя алмаймын мен. Бұрын 2-3 бұтыл сетті-ау. Кете берсін. Болды қойсай, брат. Илегені жана ғана. Наоборот, қатыныңа көмек беріп, поддержка берсейші, ұрсай бермей оған. Сендер барлықтарың бар ғой, лоқсыңдар, чортсыңдар, түсіндер ма? Сендер қатындарынан қорқасыңдар. Ал үйленбегендер сендер, подкаблучниksіңдер. Анаң отысын қарана, қатынның артында тығылып. Нұреке. Мен бар ғой, мен вообще қатынынан қорықпаймын, білесіңдер ма? Қай кезде кетем, қай кезде келем, вообще оның шаруасы жоқ. Үйде мен еркекпін, білесің ба? Мен қатынымды бар ғой, қатынымды ше, мына қатынымды. Былай істаймын мен. Болды, Нұрдабек, қуып кеттік сен. Кеттік біз мына. Иә, мен де қайтайын, уже кеш болып кетті. Болды, қарындасым, мен алайын, өзім шығарып саламын. Аға, сөйтейік онда. Іс жағада қайтпайсыңдар, Бүгін до конца ішеміз, жігіттер. Бір рет. Қолданам. Төсек сап қой, түсінің ме? Тоқтыңдар, тоқта, седік. Жаным, еш уайымдама. Барлық аналарымыз осындай қиындық көрген. Тем более бүгін бірінші күнің ғой. Басында өстіп жүресің, кейіннен үйреніп кетесің. Ертең ана ата-анасын, әйел боласың, осы үйдің отымен кіріп, күлімен шығасың. Сорлы тряпка Мағрипа, есіңді жи, не болып кеткесін? Бұрын қандай едің сен, білесің ба? Ең позитивная, ең көңілді қыз едің ғой. Осы өмір оңай ма? Неменеге сораңды ағызып, жылап отырсың мына жерде? Баяғы өмірің күшті еді ғой, не ішем, не жейм демейсің, өзіңнің білгеніңді істеп жүресің. Қаласаң темекі шегесің, қаласаң ішесің. Ойлан. Неменеге жатсың мәз боп? Таңертең тұрып мамалар ерте шай ішеді, қазірден барып тамақ дайындасайшы бар. Есің дұрыс па? Жаңа ғана тамақ ішіп ұйықтады ғой. Мен келмесем бәрің аштан қырылып қалады екенсіңдер да? Көп сөйлемей, ерте жат, онда таңертең тұрып есік алдын сыпырасын. Мен залға кеттім, ұйықтайын. Залға жатам деген несі? Қасында жатпайтын болсаң, не үшін үйлендің онда? Просто үйдегілер үйлен, қолымыз ұзарсын, сері соғатын, үйдің тірліктерін істейтін адам керек дегесін үйлендім. Вообще мен өзімнің жақсы көретін қызым бар. Просто ол маған қарамайды. Мына сен түріңе қарап біреу алады деп ойлайсың мына түріңмен? Айнаға қарадың ба сен кішкене?
Сен 1-2 жыл үйдің ішінде тірліктер істеп жүре тұр, сосын мен тоқа қалам. бір темекі болғанда ғой ше. Көтімді жу. Бұл әулет мен келмесем жойылып кетейін деп тұр екен ғой. Сүмелек осыған дейін көтің жумай жүрмедің, сүрт өзің нервыма тимей. Ағаңда итак түнімен қаным ішіп шықты. Көтімді жу. Бәрі жақсы ма? Ой, бөпе кака деп қойды ма? Қазір өзім жуып алам, тазалап. Кака деп қойды. Ой, бұзық жама кака деп қоя берді. Ой, сорлы өлген ит жегесін ба, немене бәлет? Бар кетпа, ойна бар. Чорт Мағрипа, чорт, жүр естіп енді біреудің көтін жуап, кеше күйеуің айтты ғой, еще тоқал алам деп, құл болып жүр осы үйде енді. Кетші бар, басымды ауыртты. Тұрдың ба ұйқыңнан? Кеше сен қатты ішіп қойыпсың ғой. Мас боп маған ауыр сөздер айтып қойдың ғой. Жарайды енді мас боп байқамай айтып қойдың, енді ішпеші етіп, Қумаш Мағрипа қандай ішкен? Мен есім барлығын білем. Сосын бар ғой маған өмір сүруді былай үйретпей ақ қойшы, жарай ма? Есім бәрін білем. Сонда осы үйге әшейін жұмыс істетуге бола келін қылып алдық деген рас па сонда? Иә да? Мен сорлы ақымақ екем, осы үйге келем, бақытты қылам, осы үйді жаман әдеттерім бәрін тастаймын деп. Өзім өмірім жақсы екен ғой да. Қайда қарындас? Қалаға ағай. Отыр. Ане қалыпқа шық кетем, не қалыпқа шық, анау мынау демей, прямой үйме апарып тастаңшы, нервім шығып тұр итак. Қарындас, жас бала емеспіз ғой, отыр. Болды ағай. Мағрипа, Анел? ей, не істеп жүрсің? Қалайсың, амансың ба? Жақсы, кеше ғана келін болып жүргеннен ғой, не істеп жүрсің? Просто Анел ойлашы, олар мені келін емес, үйлеріне құл болып жұмсау үшін алып алған ғой. Үйдің түрлігін істе, ананы істе, мынаны істе деп. Соның барлығын бір іліп алам да, жынданып, үйдің есігін тарс жауып, сыртынан құлтап кетіп қалдым. Сен не алып тұрсың, қайда кетіп барасың? Кеше келсем, ана екі қыз, Индира мен Айгерім бар ғой, бүкіл заттарын жинағанда кетіп қалған ғой, еще продуктына кеткен ғой. Ужас. Мен сол екі қыз келген кезде квартираға жақтырмап едімші. Екеуі дейтін, вообще өзімен сыптап жүретін еді ғой. Лас, салақ қыздар еді ғой. Ужас, сосын не болды? Сосын азанда ұйықтап атсам, хозяин келеді да, квартираның ақшасын төлеңдер дейді. Босатыңдар, болмаса шығыңдар, кетіңдер дейді. Квартираның хозяиндарды страшно көткенше. Жанам ойындамаш. Ең басты сенің қасында Мағрипышка бар ғой. Бәр ситуациядан шығып кетеміз. Квартира іздейік екеуміз,
Мен қазір квартира іздеп сторисіме салам, сен мына жақтан іздей бер. Сәлем достар, домалақ бастар, қалайсыздар? Біз Анель екеумізге жаңа квартира керек болып отыр. Жаңа квартирада барлығын басынан бастап, жаңа өмір, жаңа мақсаттарға қол жеткізгіміз келіп жатыр. Сол себепті квартирасы бар жандар болатын болса, маған дайретке жазыңыздар, болмаса астыға номер қалдырып кетем. Сол номерге хабарласыңыздар. Давайте. Ужас, сонда сөйтіп кетіп қаласаған ба екеуі? Менің нәскиімді кетіп қалмап екен? Білмеймін сен нәскиімді. Алло? Я, екі қызбыз ғой. Аха, бір уютный квартира болса бұл. Қанша бағасы? 500 мың? Жынсыз баға, үстіне миллион қосып машина сатып алып, машинада тұрмаймыз ба одан да? Давайте, звондамаңызшы вообще. 500 мың дейді, ужас, ойлашы. Ужас, ана екеуіне қаттан алып тұрмын да ше. Сен до конца қасында Мағрипаның бар екенін ұмытпа, мен бар кезде вообще ойым қазір. Алло? Я, біз екі қызбыз. Күшті квартира болса екен, бағасы қанша болады? Аха. Все. Болдым да келістік. Адрес жіберіп қойыңызшы маған WhatsApp-та осы номерге. Аха, давайте. Не дейді? Қанша дейді? Квартиралар қазір қымбат. Квартираның бағасы 300 мың болады дейді. 300 мың? Мұнда қыздар алу керек шығар, иә? Иә. Да. Как раз бізде жұмыста екі қыз бар, и олар квартира іздеп жүрген. Соларға айтайын мен? Иә, сен соларға хабарлас. Главное, андай сасық, үстері лас, әбірішіп кеткен, салақ, андай тамақ істей алмайтын, темекі шегетін сондай қыздар болмасын ше. Ондай адам бар ғой. Жоқ, ондай қыздар емес, негізі жақсы қыздар. Онда мен қазір саған адрес сұрап алып жіберем. Екі қыздар сразу квартираға келе берсін, иә? Хорошо. Төртеуміз күшті, өмір сүрейікші, өзіміз лучше подруга болайықшы. WhatsApp-тан сразу группа ашып тұрсақшы, иә? Хорошо. Қош келдіңдер. Жаңа үйлерім. Ал қыздар, қош келдіңдер. Үй осы. Ең бастысы темекі шегу, арақ ішу, артық адам әкелу болмас. Хорошо? Сонда қазақтың қара домалақ қыздарын сондай деп ойлайсыңдар ма? Жалпы айтып отырмын. Ана квартираның ақшасын кешке дейін қойып тастаңдар. 150 мың білесіңдер ғой? Мә, кілттерің, мен асаспын. Аз толтыру керек. Мағрипа, сен бағана квартираны 300 мың дедің ғой? Мен екі айтықын қосып айттым ғой саған сразу. Да? Иә, мен сендерді алдамаймын ғой, жынсыңдар ма? Фу, мен үстім сасып тұршы, кіріп душқа түсіп алайын. Подругаларыңа звондадың ғой, Иә, звондадым. Келатыр ма? Аха. Күшті үй алғаппыз ғой, иә? Балкон бар. Сонда квартираның ақшасын кешке дейін беріп тастаңдар деді ма? Иә. Не бізді ақша басып жатыр деп ойлаймын ма солар? Или ақша шығаратын аппарат бар ма екен екеумізде? Білмеймін бар ғой. Банкте істей ме екенбіз или әлде? Сол енді табу керек. Сенде хотя бы жұмыс бар ғой, менде жұмыс та жоқ қой. Давай онда саған жұмыс істейік. Сөйтейікші? Иә. Жұмыс істейікші ма? Қыздар кел. Қыздар, жақсылап күтіп ал, иә? Хорошо. Привет! Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Күшті. Келдір кіріңіз. Как раз шай ішіп жатыр. Жүріңдер кухняға. Қайда кухня? Привет! Қалайсыңдар қыздар, амансыңдар ма? Ой, қош келдіңдер, отырыңдар. Бұл біздің Анель екеуміздің сіздерге арнап алған үйіміз. Енді біздің бәріміздің ортақ үйіміз ғой. Күшті үй алып қойдық. Евро ремонт, ванна, туалетін көрсеңдер. Вообще қыс қоясыңдар, не қойсыңдар. Күшті. Таныс қойық, менің есімім Мағрипа. Әйгерім. Махаббат Мағрипа. Күшті. Қыздарға шай берсейші, мұнда ма? Қазір қоясың. Сосын қыздар мен тазалық дегенде өте қатты жақсы көретін адамым да, жаным жақында сондай ше. Үйде ванна тесігі бітеліп қалыпты, киімдерім шашып жатыр, потом жинай салам, үйге ішіп келу, шегіп келу, мас болып келу, ваннаға құсу, той жерге құсу, бытшын шығар, ондай болмасын ше. Анель біледі ғой, Анель айтқан шығар мен туралы. Иә, айтты. Иә. Мә, Мағрипа, сіздің ана инстаграмыңызды қараймын ғой. Такая прикольная қыз екенсіз ше? Иә, бар сондай. Өмірде әдемі екенсіз. Өмірде? Енді камера сұлулықты бере алмайды ғой. Шашыңыз өзіңіздікі ма? Шашым әжемдікі. Қыздар күштісіңдер. Қыздар не ғой, сыртта мен жұмыстарым бар еді, соған шығып келсем, киімдер кигеннен кейін өзім реттестіріп алып жүрмін ба? Жақсы.
Давайте. Хорошо. Давай. Махаббат абайлап жүр, иә? Дворда біреу тиісіп жатса, Мағрипышканың подругасын деп айт. Все хорошо, қыздар. Рахмет. Давайте. Телефонымды алып бер жүресің ба? Шай ішіңдер, қыздар. Басқа не жаңалық? Күшті жетіп алдыңдар ма? Қазір осындай өтірікші балгерлер көбейіп кеткен ғой ше. Адамдарға өтірік болжам жасап береді да ақшаларын алып отыр ғой. Ужас. Сондай көбейіп кеткен қазір балгерлер. Ужас. Қыздар, давайте тауға шығып пикник жасайықшы, өзіміз қыздар болып отырайықшы. Пикник? Осы пикник деген білесіңдер ма, қыздар? Пикник деген үйден продукты тамақ жасап алып шығып, соны тауға барып жеп, бір жеп, ыстықтап, терлеп, мал болып үйге қайту ғой. Мағрипа шай ішіп отыр ғой. Іше берсе шайыңның ішіне кіріп терлеп кеткен жоқпыз ғой. Айтпақшы, қыздар, бүгін сағат 12-ден кейін Махаббаттың туған күнін істейміз. Махаббаттың туған күні ма не? Мә, дұрыс болды ғой. От души ішетін болдым ғой. Көптен бері құлқыным кеуіп, ешкім кеп жүрген ғой, бір пот болмай жүрген ғой. Ішекше қыздар бүгін от души мас болып, есімізді білмей, андай таңертең тіс жеп отқан кезде құс қоятындай болып ішекше. Ойбай әшейін хотя бы 1-2 бокал вино ішетін шығармыз. 1-2 бокал не ар емес, не бер емес болып қалады ғой. Есімізді жоғалтып, Ақотауға барып, абыройымызды ақтарып ішпейміз ба? Сөйтейікші қыздар. Ұрыс Мағрипа. Қыздар, тек қана ішіс емес, подарка алып, стол жасау керекпіз ғой. Кстати, как минимум 20 мыңнан жинасақ ше. 20 мыңнан? Менде бір идея бар. Сәлем достар, домалақ бастар, қалайсыздар? Бүгін мен ерте тұрдым, себебі аталарым аян берді. Менің негізі аталарымның барлығы билер болған, ол кісілер маған айтты, қазақты құтқар деді. Сол себепті бүгін кез келген сіздердің сұрақтарыңызға осындай карталар арқылы сіздерге жауап беріп отыратын болам. Атам айтты, барлығына тегін көмектес деді, бірақ шынымды айта салайын, қазір тегін еш нәрсе жоқ. Сол себепті әрбір сұрақтың құны 2000 теңге болады. 2000 теңгені осы астыда көрсетілген Каспий Голдқа жіберіңіздер де, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Барлық сұрақтарыңызға жауап берем. Болашақ, осы шақ, өткен шақ, бастауыш, баяндауыш, барлық сұраққа жауап бере берем. Не дейді? Ақтау қаласынан есімім Алина, ұбт-дан таңдау пәнім ағылшын тілі, ұбт-дан грантқа түсе аламын ба дейді. Аха, қазір ашып көрейік. Ой, Алина өте қиын. Аталарым айтып жатыр, көтін қысып физика таңдай салмай ма деп жатыр. Тем более биыл ағылшын тіліне грант өте аз бөлінді дейді. 50-50 енді өзі көрсін деп жатыр ары қарай. Так, сұрақтарды қоямыз, Каспий Голдқа жібереміз, тоқтамаймыз. 2 сиырым жоғалып кетті, қалай тапсам болады дейді. Аха, қазір сиырыңызды қарап көрейік біз. Мен сіздің сиырыңызды көріп тұрмын. Сиырыңыз айдалада Ақотау, аузы мұрны Жоғотаудың жанында жүр. Қара сиырым қарап тұр, қызыл сиырым жалап тұр. Табылады, уайымдамаңыз. Қиын екен, бірақ андай ұзақ жерде жүр сіздердің. Так, не дейді? Ой, мынауың жұмбақ қой дейді. Достар, домалақ бастар, бұндай хейтерлерге мән бермейміз. Ауыздарыңызды жауып отырыңдар. Тездес, жағдайларыңыз өте қиын, мен қазаққа көмектесуге келдім. Так, сұрақтарды қоя берейік. Так, мына жақтан не дейді? Жігітім көзіме шөп салып жүрген сияқты, соны тексеріп беріңізші дейді. Аха, хорошо, қазір. Маған жігітіңіздің номерін жазып жіберіңіз. Мен қазір оны анықтап берем, сіздің көзіңізге шөп салып жүр ма, салып жүрген жоқ па? Жігітің номерін жазып жіберіңіз. Аха, жігітіңіздің аты кім? Берік. Аха, қазір. Алло, Берік, қалайсың? Өткенде сен бір кафеде шөт төлеген ғой, сол жерде официанттан алғам номеріңді. Ешқандай жерде шөт төлемедің ба? Жоқ, хотя бы өміріңде бір рет болсын шөт төлеген шығарсың? Төлемедің ба вообще? Давай. Айналайын қарындасым, на жігітке вообще жолама. Өміріңде шөт төлеп көрмеген жұмот адам ғой мынау. Ертең сен маған үйленсең, мойныңа шығып алады, өзі жұмыс істемей жатады, сен жұмысты өткізіп қояды. Не дейді? Өзіме де сондай жігіттер ұнайды дейді. Ой, сорлы. Ертең 40-50 жасқа келгенде отырасың, астарлы ақиқаттама бір жерде. Күйеуім күніге ұрады, соғады, ішіп келеді, мен жұмыс істеймін, ол жұмыс істемейді деп.
Достар, домалақ бастар, қыздар тыңдап алыңдар. Маған апаларым айтып жатыр, қазірден жігітті дұрыстап таңдаңдар, тауық махаббатқа сенбеңдер деп жатыр. Давайте сұрақ қоямыз, ары қарай Каспий Голдқа номерге ақшаны жібереміз. Давайте. Мына жерде не дейді? Так, күйеуім қатты ішеді дейді. Соны келіп үйге келіп емдеп бере аласыздар ма дейді. Ойбай, мен ондайды өлтірем ғой. Үйіңізге барып күйеуіңізді емдеген кезде күйеуіңіз датова ішкені былай тұрсын, басында тақия, қолында құманы бар. Ассалаумағалейкум жан-жарым деп сені күтіп алатын болады ғой. Бірақ оның услугасы сәл қымбаттау болады. Үйге барып емдеу 20 000 теңге. Если келіссеңіз, маған жекеме жазып жіберіңіз. Сұрақтар қоямыз. Аха, келістім дейді, қазір адрес жіберем дейді. Құрметті достар, домалақ бастар, маған аталарым енді барша қазаққа көмектес деп жіберген болатын. Бүгін үлгергенімше барынша сіздерге жауап беріп отырдым. Қалғандарына ертең көмектесетін болам, себебі бүгін планеталар қисықтыр. Давайте. Мағрипа, жындысың ба? Өйтіп адамдарды алдауға болмайды ғой. Қыздар, мен кімді алдап жатыр екем? Барлығы шынайы, аталарым айтып жатыр, қазаққа көмектес деп. Көмектесуім керек, барлығын шынайы болжап жатыр мен. Ой, өтірік айтпашы. Екеуіңнің кешке не істейтіндерін болжап берейін ба мысалы? Болжап берші. Екеуің кешке туған күнде өліп мал болып ішіп отырасыңдар. Қыздар, күлкі емес болса күлмей ақ қой онда. Қыздар, атам қазақ білесіңдер ме, не деп айтқан? Абай атамыз не деп айтқан білесіңдер ма? Есектің артын жуып болса да ақша тап деген. Мен қазір ақша тауып келем. Сендер бар ақшамен үйге продукт алып дастархан жасай беріңдер, түсіндіңдер ма? Давайте. Кешікпе, Мағрипа. Кешікпейміз, не үйіміз жоқ дейсің ба? Келеміз. Қызық ішесің, бір ше. Мынау не сенді? Өмірі қашып жүреді. Артынан біз жинаймыз. Айта беріңіз. Туым арақ деген бәле болып бар ғой, кәдімгі 10 жыл болып бар ғой, осы арақпен алысып келатқанымызға бар ғой. Тыныш үйде жатып өзінен өзі ішсе болады ғой. Жоқ, кеп алып кәдімгі үйдің мазасын алып, бала шағаны қорқытып, мені үркітіп, мені ұрады қойшы, білесіз ба? Ужас. Қойдырып беріңізші соны. Не істеп жатыр қазір? Үйде жатыр, 1 сағат болды ұйықтап жатқанына. Ұйықтап жатыр ғой, үйде шалқорақ бар ма? Бар, оның үшін. Просто аталарым айтып жатыр да, керек болады қазір деп жатыр да. Сіз маған ақшаңызды беріп қоя салыңыз. Аха. Мен қазір ішке кіремін дағыны. Білдіртпей өзім барлығын емдеп шығам. Одан кейін сіз мен шыққаннан кейін түк білмегендей, түк көрмегендей ішке кіре саласыз. Жарай ма? Болды. Уайымдамаңыз. Іске сәт, мен қазір кіріп шығайын. Күйеуіңіздің аты кім? Болат? Болаттардың бәрі ішкіш па не бәле? Уайымдамаңыз, жарайды Каспий. Ей, алғаш Болат, тұр ұйқыңнан. Тұр оңбаған. Бісміллә, кет! Ей, жиргенішті алқаш десе, қалай ғана аузыңнан андай сөздер шығып тұр. Оңбаған алқаш десе, сен алқаш болып өйстіп жатасың, ертең алқаш болып тірілесің. Біз саған қанша ескерттік арақты қойды, мына орақпен басыңды ұрып алайын ба қазір осы жерге. Кешіріңдерші, уәде беремін. Енді ішпеймін. Уәде беремін. Мен түзелемін, өзгеремін. Ей, ешқандай мүмкіндік жоқ саған алқаш десе. Жұрттың әйелдері жадырап, жайнап әдемі болып жүр. Ал сен әйеліңді жұмысқа салып қойып, ұрып азаптап өзің үйінде ішіп жүрсің алқаш. Осы күннен бастап әйелімді қолыма алақанымда ұстаймын, аялаймын. Шын айтам, уәде беріңдерші. Бір мүмкіндік беріңдерші. Ей, сенің таңертең ұйқыңнан оянғаныңның өзі мүмкіндік саған. Оңбаған десе алқаш жиіркенішті бәле. Жұмыс істемейсің бе одан да? Болды, істеймін, өзгерем. Нан ұрсын. Нан ұрсын дейді. О, патсан десе. Тұр орныңнан. Тұр орныңнан. Акуна деп айт. Акуна. Матата деп айт. Матата жанымда ғой көрмеші. Өшір үніңді алқаш. Тимон деп айт. Тимон. Пумба деп айт. Не болды? Енді ішпейді, отвечаю. Қалай қойдырдыңыз? Просто мені көргеніңізді айтпаңыз, мен болғанды ешкім білмесін, үйге кіре беріңіз. Мен кеттім, қазақты құтқаруым керек бар. Жақсы. Болат, не болды? Жаным,
осы уақытқа дейін істеген қорлықтарым үшін кешірші жаным, иә? Мен енді уәде берем, арақ ішпейтін боламын. Шын айтамын, отыршы жаным. Кешіресің ғой, иә, жаным? Точно соңғы рет ішкенім ба? Соңғы рет уәде берем, ішпеймін. Точно қоясың ба? Иә, точно қоямын, ішпеймін. Болды жаным, кешіремін, Әйтеуір аман қайтып қой. Сәлем достар, домалақ бастар, қалайсыздар? Бүгін мен бір алқашты емдеп келе жатырмын өзімнің методикам бойынша. Егер де сіздерге сондай бір көмектер керек болса, хабарласыңыздар. Мен барша қазақты құтқаруға келдім. Давайте. Апа? Апа, келіңіз көмектесіп жіберейін заттарыңызға. Ой, айналайын, рахмет. Өркенің өссін. Қай жерде тұрасыз? Алыс емес. Қазір өзім көрсетіп жүре бер. Немерелеріңіз, бала-шағаларыңыз жоқ па? Ой, бар ғой. Бәрі жұмыс демес па? Мен өзі үйден көп шықпаймын. Мына күйеуім қайтқалы бері осы продуктіге анда-мында бір шығам болды. Дұрыс екен. Мына жерде ма? Иә, міне жақын қалды. Мәң осы Мағрипаның киімдері бар ғой. Өмір бақи жиналмайтын шығар, всегда шашылып жатады ғой. Сасиды ғой шо. Мә, айтпаш, мен Мағрипаға түсіндіре алмай қойдым. Мына киімдеріңді жуып, бүктеп жүр деп. Жынданғанның бүкіл киімдерін жуып тастаймын ба? Не керек? Қойшы тасташ, ертең Мағрипа айтса, мен сасық киімдерді ұнатамын десе не дейсің? Ну да, одан мұндай шығады. Хотя бы туған күні қашан дезодорант алайықшы, пожалуйста. Еще щеткасы жоқ адамнан не деп күтесің? Кешке төртеуміз-ақ болып отырамыз ба? Мә, білмеймін ше. Махаббат бір досына келетін шығар. Мағрипа кешті бұзбасы болды. Мағрипа бар ғой. Вот тасташ, сымқыш. Содан ол кезде қазіргі заманда емес. Ай кедей деген жоқ. Бәріміз бірдей болатынбыз. Жұмыссыздық деген тіпті атымен жоқ. Қыздары тәрбиелі, жігіттері мінезді болатын. Апа, жақындап қалдық па? Жақын қалды міне. Қолдарым үйіп қалды да просто ше. Жарайды, шыдаршы міне кеп қалдық. Жақын қалды. Атаммен қалай таныстыңыздар? Тиктокта десем, Ай, ол кезде мен бар ғой жас болатын. Жаңадан оқуға келгем. Атаң болса, уже оқуын бітіріп жұмыста жүрген. Мені бір көргеннен алып қашты ғой. Содан сол үйде қалдым келін болып. Содан екеуміз 42 жыл тату-тәтті өмір сүрдік қой. Қалай сонда бір көргеннен бақытты болып кетуге болады, апа? Қазір міне жаңғыз тастап кетті ғой. Жалғыз тастап кетті дегенде басқа кемпірлерге кетіп қалды ма? Қумашы, қайтыс болды дейм. Ой, ата махаббатқа берік болған екен да. Сонда бір көргеннен бақытты болып кеттіңіздер ма солай? Ой, сол кезде қызым. Қыздар да қарапайым, ұлдар да қарапайым еді ғой. Қазіргі қыздар күйеулеріне, жігіттеріне талап қойып жатқандары. Анау керек, мынау керек деп қара бастарын ойлап жатады. Сол үшін қазір ажырасу да көп. Күйеулеріне анан апер, мынан апер, маған соны жасамадың, міне. Еще қазір қыздардың бәрі андай өздері дымна хабар жоқ болса да әйтеуір мақыр дегенді біліп алған ғой ше. 150 миллионның машинасын апер, 2-комнатный квартира, 3-комнатный квартира алып бер деп. Сіздер сияқты. Сіздер сияқты қыздар қазір жоқ, апа. Мақырге не сұрадыңыз өзіңіз? Түкті сұраған жоқ. Әйгерім, Мағрипа вообще телефон алмай жатыр ма? Иә, сол примерно ақша таппай жүр ау деймін. Сосын келіп отыра салмақшы шығар. Ал басты Мағрипа өмірі естеді ғой. Айтпақшы, подарка не істейтін болдық? Еще подарка бар ғой. Давай скоро стипендия түседі, соған подарка алайық. Махаббат түсінеді ғой, түсінігі мол ғой, Мағрипа сияқты емес. Жүр онда кеттік киініп алайық. Да? Кеттік. Жан, қыздармен тұрған қалай екен? Жақсы, бірақ кейде жаман. Сен Мағрипа деген подругаң бар ғой? Сол тәуіп болып кеткен ба? Не болды?
жаңа прямой эфиріне кіргенімін. Балгер болып отыр ғой. Ой, ол ойына не келеді, соның бәрін істей береді. Сен прямой эфирінде не істеп отырсың оны? Жай подписымын ғой, жау кірген ғой эфирге жаңа, сосын көрдім. Мен история салам, пост салам. Сен соның біреуіне комментарий жазбайсың да, сонда Мағрипа прямой эфирға кірсе, қарап отырасың ба до конца? Ой, Мағрипадан қызғанбайды шығарсың, қойшы. Мен сен қай жеріңді қызғанам? Сен өзіңді бір қызғануға тұрарлықтай адаммын деп ойлап отырсың ба? Сен сияқты миллион жігіт бар. И вообще бар ғой, сен менің көз жасыма тұрмайсың да. Тыныштық па? Жап-жақсы бастап келе тұрық қой, не болды? Жоқ, келгелі бері Мағрипа деп отырсың ғой. Жігіті бар ма? Қай жақтікі? Балгер болып кеткен ба? Не әңгіме сенікі вообще? Ой, енді ол жынды қыз ғой, сол жынды қызбен қалай тұрып жатсың, бір түрлі емес па деген ма? Сенің шаруаң қанша? Кетші бар ары вообще. Ёп, твою мать, Мағрипа. Ёп, вашу мать, Мағрипа, надоело уже, честно. Болмаса, қай жылдар екені есімде жоқ. Ол кезде мен жас қызбын ғой. Апа деген сайын болды уже. Ары қарай таксимен немесе автобуспен барыңыз, шаршадым, әні келатық, міне келатық деп қордайда жер жүріп тастадық қой почти. Ойбай, ренжімеші, міне келдік қой. Кәні үйіңіз. Міне үй, міне тұр. Ой, апа сізде, апа үлкен кісі деген сайын, әңгімені жібереді деген сайын өтіріп пере береді екенсіз, Түкті өтірігі жоқ, айналайын, жүр. Міне, үйге кіреміз. Осы ма үйіңіз? Осы. Міне үй. Мама! Апа? Жағдайларыңыз 4-1 екен ғой, апа? Кезінде атаң жасап беріп кеткен. Мә, күшті, ата молодец. Атаң номерін берші, жерден қазып алып жүріп алайын ары қарай. Ой, қойшы сен қыздан айтпайтын жоқ. Жүр үйге кіріп шай ішейік. Күшті ғой. Үйлеріңіздің алдында фонтан бар ма еще? Живой фонтан. Апа, үйіңіз күшті екен ғой кәдімгідей. Неге өзіңізге жеке қызметші алып алмайсыз? Дүкенге барып келіп жүреді, жұмысыңызды істеп береді, сізге де қарап қояды, арасында үй жинайды деген сияқты ғой. Өзім де ылғи соны ойлап жүрем, бірақ қорқамын. Қазіргі адамдардың пиғылы жаман болып кетті ғой. Иә, абайлау керек, апа негіз адамдар апағасын болып кеткен кез. Иә. Мына түріңе қарасам өзің жап-жақсы қыз сияқтысың. Не істейсің? Жеке бизнесменмін ғой апа мен. Не бизнеспен айналысасың? Нақты қандай бизнеспен айналысатынымды әлі қараған жоқпын. Бірақ өзімді бизнесменмін деп айтам бәріне. Әй, онда сен маған жұмысқа келсеңші, менің көмекшім болып. Өзің әңгімені де жақсы айтатын сияқтысың. Екеуміз подружка боламыз. Апа, әңгімені өлтірем ғой менше. Әңгіме айтқан кезде әңгіменің майын тамызып, нандай астына тарелкасын қойып қоям да, тарелкаға толған майға бауырсақ пісіп берем сізге. Жарайды апа, мен тұрайын. Бүгін мен подругамның туған күні, сыйлық алуым керек, туда-суда жүруім керек, жұмыстар бар. Өй, онда сен тұра тұр. Қазір мен келем. Қазір келем. Отыр. Мә, мынандай үйім болса, үйдегі бір қасықты сатып, ауылдан монша шолуға болады ғана жерден. Өскен кезде туыр осы сияқты бай кемпір болдым келеді ше менде. Ой, Мағрипа. Иә? Мынау саған. Сенің маған көмектескенің үшін. Міне, мынаны қолыңа тағып жүр. Апаң саған сыйлыққа берді. Қазіргі жастардың ішінде көмектесетін жастар табылмады ғой. Рахмет апа. Бұрын сіз сияқты апам болса деп армандайтынмын ғой менше. Бала күнде апам бартығым жоғалып кеткен, сол сіз емес па? О, қойшы, қайдағын айтпай. Ертең сен кел, сағат 8-де гүл суарамыз. Ойбай апа, ровно 7:30-да келем, гүлдеріңіздің барлығы суарылып тұрады ғой, уже шөлі қанып, кекіріп тұратын болады барлығы. Ой, онда давай, жақсы, жолың болсын. Жақсы апа, рахмет бол бұл сыйлығыңызға. Жақсы. Сау бол. Аха. Блин, қыздар, представляете, қайдағы жоқ сасық Мағрипа үшін жігітмен айналысып кетті. Осы Мағрипа бәле болды ғой, как келесің айтайықшы. Сол ғой.
бағана еще қыздар әйтеуір шындықты айтып жатыр ғой. Саған стол жасап, подарка береміз дегенбіз. Я деді да өтірік қашып кетті. Енді қазір дайын столға келмекші. О боже, как же без этого? Келді ғой деймін, мен есік ашайын. Арымлар, ішіп атсыңдар ма не маған айтпай? Вообще отырып ал. Қалайсыңдар қыздар, мені сағындыңдар ма вообще? Ренжімеңдер, шына жолда кішкене шыдай алмай кеттім да, ішіп қойдым, кішкене масылап қалдым. Маха жаным, туған күніңмен мынау гүл саған. Вау, қыздар. Мынау енді бүгінгі туған күніңді анандай қылып дүркіретіп вау деп өткізе алмасақ та, Анелдің, Әйгерімнің менің атымнан саған сыйлық күміс білезік. Қыздар! Рахмет, қандай әдемі мынау. Жандарым. Подружкалар емес уже біз. Рахмет сендерге үлкен. Сіздерді қатты жақсы көремін. Мағрипа, сен сияқты подругам барына қуанамын. Мама деңдерші мені, еміңдерші бәрін мені. Анам ішекші, ішкім кеп тұр жаңа. Мен нарында жүргенде еңіреп тұрып, нарын жегінге кетті ғой. Ей, Мағрипа, сен бісің? Қайырлы таң апа, қалайсыз, амансыз ба? Ерте тұрып кеп алдым ғой. Жақсы. Есіктің бәрі жабық тұрған сияқты. Сен қайдан кіріп кеткесің? Ана әптен ауылда қозырлап, сірне жасап үйрем қағамыз ғой. Надан екесе заборлардан секіріп түсіп үйрем қағамыз ғой. Ой, жынды қыз. Жаман, ауланың барлығына тура менің қолтығым сияқты арам шөптері қалың болып кетті ғой. Соның барлығын тазалап тастаймын да, кешке баняға барам да, өзім қолтығымдағы арам шөптерді тазалаймын сосын. Ой, одан соның бритваменен жұлсаңшы бәрін. Жоқ, бритвамен әкем айтқан, ешқашан қырма қалыңдап кетеді Мағрипа деген, сол себепті бір штуктап жұлып тастау керек. Жарайды, сен ол шөптің бәрін қоя тұр. Үйге кіріп шай ішейік. Содан кейін тазалайсың. Болды, сіз жуынып шайынып реттеле беріңіз, мен сізге өлтіріп шай дайындап қоямын өзім. Ой, рахмет айналайын, көп жаса. Нені көп жасайын? Ой, жасың ұзақ болсын деп тұрмын. Жүр. Ой, мен ұзақ жасаймын ғой, кеу балдарыңызға сәл бұлжырап қалатын. Ой, қойшы, жүр, үйге кіріп шай ішейік. Жүріңіз, мен жақсылап шай дайындап берейін, ә? Иә, сөйт ағай. Сіз көк шай ішесіз ғой? Иә, бәрі. Болды, кіріңіз. Мен жақсылап ыстық қып, мен өзім білесіз ғой, ауылдың қызымын ғой. Апа, шай ішіп алайық? Ішейік, шай. Ой, мынау кеше сквозняк болып терезе ашық қапты да, мынау мойнымды желісті қапты. Апа, қаланың сквозняктары дейтін жаман ұятсыз екен ғой ше. Кеп әр жерінен жас демей, кәр демей ұстап кетеді екен да. Ауылдың сквозняктары үлкенді сыйлап өліп қалады ғой, айналып өтеді ғой. Сен қандай қызсың өзі? Өмірге позитивный қарайтын қыз екенсің. Солай болғанда дұрыс қой. Апа, мына үйді өзім емдеп күшті қылып видеоға түсіріп алсам бола ма? Білгеніңді істе. Түсіре бер. Рахмет ана. Сәлем достар, домалақ бастар, қалайсыздар? Бүгін сіздерге өте күшті жаңалықпен бөлісетін болам. Келесі стористі жібермей қараңыздар. Давайте. Апа, мен видеоға түсіріп жіберіңізші, әдемі болып видеоға түсіріп жіберіңізші. Сен мына түріңменен видеоға қалай түспекшісің? Алба жолбаң шығып отырған жоқ па? Жүр менің бөлмеме. Мен саған киім берем. Киім бересіз ба? Жүр, киім берем. Сіздің киімдеріңіз үлкен болып қалмай ма? Болмайды. Нормально ма? Екі көйлек бересіз қапа? Берем. Өзім таңдап алайын шашіне де. Аллах. Аппақ түсін беріңізші. Көресің бе, қазір. Жағасы әдемісін бересіз қапа? Бір көйлек болса деп баяғыда армандайтын. Көйлек жоқ та менде вообще. Күшті көйлек беріңізші апа, мына бөлме дейтін. Көрсетем қазір. Апа, мына бөлмеде деймін да, біз Тәуекел Мүслім екеуміз тұрсақ,
ол төсекте ұйықтап атат, мен оның аппақ рубашкасын киіп алам дағыны, мына жерде секеңдеп ойнап жүрім. Сосын ол ұйқысынан тұрады дағыны, мені құшақтап бетімнен сүйіп алады. Сосын екеуміз маған киім алуға дүкенге барамыз. Одан кейін кешкісін бір жерде вино ішіп отқан кезде ол маған айтады, срочно Калифорнияға 2 күнге ұшып барып қайтуым керек дейді. Сосын мен айтамын, мә неге ертерек айтпайсың деп өтірік жылап қалам ғой. Сөйтем дағыны, ол айтады, қаласаң саған да 2 билет алып берейік, бірге барайық екеуміз дейді. Сосын жоқ, мен бармаймын деп қалып қоямын. Сосын тәуекел Калифорнияға кетіп қалған кезде үйде вечеринка жасап, любовнигіммен мас болып жатқан кезде тәуекел кеп қалады дағыны, любовнигімнің мұрнын бет қылып, аузын бәрін қанатып, мені үйден қуып жібереді ғой. Басын жап жақсы бастап, соңын не істеп тастадың? Просто апа, ешкім андай скучный болып кетті, күшті бақытты өмір сүріп кеттік ше. Ой, жынды қыз-ай. Мә, мына көйлекті ки, видеоға жақсылап түс. Адам көркі шүберек деген. Убай, апа, мен шүберексіз де, жалаңаш түсем де барлығы сым қалады ғой маған. Кезінде осы қыз сынына 7 рет қатысып, 8 рет жеңіп кеткен мен. 7 рет қатысып, 8 рет жеңіп алдың? Иә, біреуінде жігіт сұлтанын жеңіп алғам ғой. Білмеймін енді жюрилер қай жерімде еркекке ұқсатқан. Ой, жынды қыз-ай, ана киіп алшы көйлекті. Осы өзің жақсы көретін көйлегің болған баяғыда. Мә, қазір киіп алғаннан кейін ана көрші шалдар сіздер екен деп ойлап қап, артына қолап жүрмесін апа. Ой, қойшы қыз, жүр. Осыны тастамай киіп жүрейін онда. Жүріңіз сөйтік астыға барып жүр. Видеолар түсіріп сөйтейік. Сәлем достар, домалақ бастар, қалайсыздар? Бүгін сіздерге өте күшті жаңалықпен бөліспекшімін. Бала Мағрипаның үлкен армандарының бірі орындалды. Әрине бұл арманға жету өте оңай болған жоқ. Қаншама қиындықтардан өттім. Және де бұның барлығы сіздердің арқаларыңызда. Ендеше айтып өтейін, бүгін мен 300 миллион тұратын үйді сатып алдым. Құттықтап қойсаңыздар болады. Мә, апа, мобилограф екенсіз ғой, кәдімгідей көтеріп жібердіңіз. Ой, бізді сау сиырдың болған емеспіз? Жүріңіз, үйге кірейік, рум-тур түсіруіміз керек әлі. Туалеттен бастап түсіреміз ғой апа. Туалетте бумага бар ма? Туалеттен бастап түсіреміз онда. Әй, сен не қылып отырып қалғасын? Анда коляскада жаманырым шақырып. Той, апа, аяғым ауырып кетті просто. Не қылып тұр бұл? Ой, былтыр қыста аяғымды шығарып алған жоқпын ба? Сонда пайдаланғам. Өз ана сарайға апарып тастау керек. Болды апа, уайымдамаңыз, мен сарайға апарып күшті қылып кіргізіп қоям. Сіз үйге барып демала беріңіз, иә? Сәлден кейін барып аяғыңызға күшті қылып боди массаж жасап берем. Менің нәзік қолдарымнан аяқтарыңыз шошып оянады. Ой, жарайды. Кешіріңіз. Адам шошыттыңыз ғой, тыныш тұрған бүркітті көтіңізден шықып алайын ба? Есік ашық тұр екен, айыпқа бермеңіз, рұқсат болса. Мен бүгіннен бастап сіздің көршіңізбін. Есімім Медет, Мирас. Сіз мені естімедіңіз ау деймін. Иә. Есімім Мирас болады. Бүгіннен бастап сіздің көршіңізбін. Как раз мен инвалидности бар, балдармен жұмыс жасаймын. Қаласаңыз күнде келіп көмектесіп тұра аламын. Қандай күшті, күнде түнде де келіп тұрыңыз шағай. Енді іштен туындап тұрған сұрақ жасыра алмай тұрмын. Айыпқа бермеңіз. Аяғыңызға не болған? Аяғым 15 жасында жантүршігерлік жол апатына ұшырап, бір Toyota Camry 900-мен амп еткізген. Содан кейін осындай болып қалды. Мүмкін гүмп еткізген шығар. Жоқ, гүмп етсе, ойнап шауып жүрмейін ба мына жерде? Амп еткізді, отыр ғой үстімен. Енді өмір ғой, болады ғой енді бұндай. Иә. Ыңғайсызданып тұрмын, бірақ десе де. Балта бар ма? Бар ғой. Жүрсеңші, сарайға жүріңіз, мен сізге берейін. Мен көмектесейін сізге. Иә? Қайда сарай? Ана жерде сарай деп жазылып тұрады өз алдында. Ағай, аяғым істемейтін пайдаланып зорлап алмаңыз мені. Ол не дегеніңіз, үйде айттыңыз, жаман айтпаңыз. Бірақ зорласаңыз, зорлай беріңіз, ешкімге айтпаймын ғой. Әзілқой екенсіз.
әзіл қой демеңіз, әзіл қошқар деңіз. Балта қайда тұр? Ана жерде тұр. Іште, Аха. Рахмет. Әкеліп берем ғой. Сау болыңыз. Айтпақшы, сіздің номеріңізді жазып алсам бола ма? Просто білесіз ғой, аяғым істемейді да, арасында жұмыс істейтін кезде кішкене қиналып қаламын, сол кезде шақ. Мен оны істеп берейін. Рахмет, сау болыңыз ағай. Сау болыңыз дегеніңізде мен жеткізіп тастаймын, оны ұстай ғой. Иә. Ана, балта өткірлей қоймаппыз ғой, ятын ай сізден ше. Яғлам өзім. Үйде еркек жоқ, біз неге еркек боласыз ба? Мынасы несі не болды? Саламатсыз Мағрипа? Бұл біздің жаңадан келген көршіміз ғой, Мирас. Бұл менің апам екеуміз осы үйде тұрамыз. Қоныстан құтты болсын. Рахмет, мынау енді жаңа баспалдақтан көтеріле алмай жатқаннан кейін көмектесейін деген ғой. Жарайды, абайлап көмектесін деген. Мен ауыр емеспін ба? Жоқ, Негізі бұрын құстың қауырсындай жеп жеңіл болған ғой. Енді аяқ істемегеннен кейін салмақ қосылып кетеді ғой, білесің ғой. Екінші этажда бөлмем. Яқты. Ана жерге. Көріп тұр. Ой. Рахмет сізге көп. Шаршасаңыз мен қасыма кеп жат демалып алыңыз. Жоқ, мен бүгін көшіп жатыр ғой, біздер шаруа көп, үйге барайын. Иә, мен шығарып салайын десем білесіз ғой, аяғым істемейді. Алаң болма. Алаң болсам үстіме футбол ойнап тастайын деп тұрсыз ғой, иә? Сау бол. Сау бол дегенде мен түшкірмеп едім ғой әлі. Анау неғып көтеріп жүр сені? Ой, апа, жаңа есіктің алдында сіздің коляскаңызда отырмайын ба? Бірден үйге кіріп келді ғой. Сосын кірді дағына мен осы инвалидісіне ауыратын балдармен жұмыс жасаймын, солардың аяққа тұрғызамын деді да. И одан кейін притворялась, аяғым істемейді деп. Онда неғып алдап жүрсің? Жақсы жігіт сияқты ғой. Просто апа енді аяғым істейді десе маған қарамай қоятын сияқты болып кетті. Кешір. Апа, қашан мен өйстіп дәл осылай адамдар құсап, басқа қыздар құсап күшті болып отырады екенмін, апа. Қашан мен өйстіп жүгіріп жүрем, апа. Қызым, жыламашы. Сен жыласаң менің жүрегім ауырады ғой. Апа, сіз жыласаңыз менің аяғым ауырады. Не ғой, ыңғайсыз уақытта келіп қалған сияқты ма? Ана балтаны алып кейін әкеліп тастаймын ғой, астында тұр ғой, иә? Жақсы, сау болыңыз. Көмегім керек болса міндетті түрде. Мен білесіз ғой, инвалидесі бар адамдармен жұмыс жасаймын. Қаншама адамды аяғына тұрғыздық, қолымнан келгенін аямаймын. Күндеме, түндеме хабарлас. Ой, балам, сөйтші. Мына менің сұп-сұлу қызымды емдеп берші. Жақсы, сау болыңыз. Аха. Сау бола ғой. Болыңыз. Кешіріңіз. Апа, жаман әртіссіз ғой сіз ше? Өзің емес бана жігітті ұнатып қалдым деп. Содан мен көмектесіп жатырмын саған. Қазіргі апалар жаман страшный сіздер ше. Өтірікті жібересіздер, қорқам сіз сияқты апалардан ше. Құрышары бар, бұған көмектесейін десем. Жаным апам, қалжыңдап жатырмын ғой. Сіз бұрын кішкентай кезіңізде тура мен сияқты жынды болған сияқтысыз. Сенен арман жынды болған. Екі жынды қосылды деген ауыз шығар. Билейікші апа. Мә қыздар, осы біздің Мағрипа вообще ұятсыз иә. Кімді алдайды осы? Не істепті? Ой, одан қалдың, домохозяйка болып жұмысқа кірін деп еді ғой бір апаның үйіне. Енді сол үйді негізі бұл менің үйім, мен жасырып жүредім дейді. Шынтама бір нәрсе осы қыз бар ғой. Ой, қыздар, блогерлардың бәрі өтірікші ғой. Менің бір таныс досым бар, блогер. Алдында бір курс сатты. Елдің бәрі соны сатып алып, оның ішінде дым да жоқ. Мен елдерді вообще түсінбеймін. Байып кетесің десе болды, артынан жүгіре береді. Мағрипа да сондай бір нәрсе істеп жүр, точно. Ну да. Қыздар, менде идея бар. Давайте Мағрипаға пранк жасаймыз. Қандай? Менің бір журналист подругам бар. И ол Мағрипаға айтады, сіз бай болдыңыз, бұндай жетістікке қалай жеттіңіз, сырмен бөлісіңізші, базарда жұмыс істедіңіз ғой деген сияқты сұрайды да. И Мағрипа өзінше болып сұхбат береді. Потом журналист мен шынымен де Мағрипаның қайда тұратынын тауып алдым дейді, біздің квартираға келеді. И біз дым болмағандай иә дейміз. Қалай? Анель, қатты емес па? Мағрипа ренжіп қалады ғой сосын. Қыздар, пранк қой, ренжімейді деймін. Мен қазір подругам звондайыншы.
жынды осы қыз бұл. Қызық болайын деп тұрмын. Точно. Көру керек. Мағрипа, мүмкін шындықты айтарсың. Өтіріктің құйрығы бір тұтам деп, ертең жүргеніңді көріп қойса, масқара болмайсың ба? Ойбай апа, жарты сағат бұрын ғана коляскада отырып, қазір жүріп кетсем біртүрлі емес па? Ертең өйстіп сәл жүре тұрайын, сосын Мирасқа айтам, Мирас сен мені емдеп алдың деймін да. Сосын Мирас екеуміз үйленеміз, екеуміз Мальдив аралдарына демалуға барамыз, пляжда кокос ішіп жатам. Мирас болса толқынмен серфинг теуіп жүреді. Одан кейін андай құйрық жағы 3x купальник сатып аламын да, загар алып жатам. Сөйтіп жатқан кезде ана Мирас серфинг теуіп жүрген кезде Мирасты кеп крокодил тістеп алады. Сосын мен бір бүйрегімді Мирасқа берем, мен туралы кітап жазамыз, одан кейін кинолар түсіреміз. Сол киноға сіз де түсесіз ғой еще. Ол киноға мен кім болып түсіп? Крокодил болып түсесіз. Ой, сен де айтады екенсің. Ай, осы сен қыздың бір қиялдарың бір түрлі өзі. Рахмет. Малталарыңызға қайда қойсам болады? Уже бітіріп қойдыңыз ба? Иә? Тез бітіреді екенсіз ой. Жұмыста деп жатырмын, жұмыста. 4-5 шеге ғой, не қиынды бар? Иә. Апа, сіз сүт тасып кетпесін, сүттің астын өшіріп кетсеңізші. Қандай сүт? Кәдімгі молочный сүтті жаңа екеуміз қойып кебек қой газдың астына, соны өшіріп кетсеңіз. Білмеймін, ештеңкеде қойған жоқпыз. Апа, жаңа екеуміз газға сүт қойып едік қой, сол тасып кетпесін деп жатырмын ғой, астын өшіріп қою керек. Газға ештеңке қойған жоқ сияқты едік қой. Мен тем более сүт ішпеймін. Сүт ішсем, ана картошка жегендей боламын. Апа, жаңағы сүт... Ой, бұл сүт тұр екен ғой газда. Соның астын барып өшіріп білейін. Жоқ сүттің астын. Иә. Ренжімеңіз енді. Адам естіп жаман позорын шығарады ғой бұлар ше. Неге қоя салайын, да? Мағрипа? Жоспарың жоқ па? Серуендеп қайтармыз мүмкін. Негізі мен кітап оқығанды жаным жақсы көреді да, жаным сүйеді кітап оқығанды. Жақында ғана Абай Момышұлының Махаббат қызық мол жылдар деген кітабын бастағам. Соны аяқтап тастамасам жүрегім тынышталмай тұр ше. Абай Момышұлы? Құнанбаев емес пе? Ой, иә, Абай Құнанбаев. Бұрын просто Абай Момышұлы деген жерде тұрған ғой, қатты миымда қалып қойды ше. Не кітабы? Абай Құнанбаевтың Махаббат қызық мол жылдар деген кітабы ғой. Махаббат қызық мол жылдар ол Әзілхан Нұршайықовтың шығармасы емес пе? Жоқ, Абай Құнанбаевтың да Махаббат қызық мол жылдар деген кітабы бар. Не туралы? Ондай ұлы отанның соғысы туралы ғой. 1904 жылы Абай атамыз дүниеден өтеді. 1941-де соғыс басталады. Қалай жазған? Ой, бір бәрін есептеп қалған бәлекесін. Әке-шешең бухгалтер ма немене бәле? Қай жыл анам мынау деп көп сұрақ қойып бермей, я деп отыра берсең, аласың оны. Жақсы. Сонымен кітап оқитын болдыңыз әлде серуендеп қайтамыз ба? Онда мен итересіз ба? Түсінбедім. Мені итересіз ба деймін? Сен не айтып отырсың, өзің кішкене әзіл дегенді де енді. Ой, ағай, колясканың артынан итересіз ба деймін? Кешірім өтінемін, мен ана... Түсінемін ғой енді, мынандай соска қызды көрген любой еркектің миы ауысып қалады өзі, не істеп не қойған білмей. Ондай бар. Ай! Тормозды шығара ма, қалай? Да, тормоз. Маған біраз звондап жатыр екен. Алло? Иә, мен ғой Мағрипа. Әрине болады. Достық 99 деген үйге келіңіз. Аха. Сау болыңыз, аха, күтем. Ренжімеңізші, мен аяқ асты бір шаруаларым шығып қалды. Ертең серуендесек қалай қарайсыз? Жарайды. Иә? Жақсы, мен үйге кеттім онда. Аха, айтпақшы, мен апам бел ауыратын еді. Дәріханаға барайын ба? Мазь бірдеңе керек па? Жоқ, просто үйге дейін кіргізіп жіберетін көтеріп. Оқасы жоқ, дұрында етпейді. Иә. Бұрын кім көтеріп жүреді? Бұрын інім көтеріп кіргізетін мені. Ініңіз қайда? Інім келмеске кетті ғой. Кешірім сұрайын? Жоқ, келмеске кетті дегенде ауылға кетті. Ауыл рахат қой, қауын қарбыз пісіп жатыр, таза ауа, жайлау, кәдімгідей қымыз қымыран ішіп, сүт ішіп, келгің келмейді ғой. Қайтқың келмей ме? Қайтқың келмейді. Өзіңіздің артыңыздан ерген ол қыздарға не айтасыз?
негізі қазіргі жастардың барлығы жалқау болып кеткен ғой, көбісі ше. Абай атамыз айтқан ғой, өсек өтірік мал шашпақ дейді ғой. Сол сияқты ең басты жалқау болмау керек, үйде диванда жатып алып әркімге комментарий жазып өсек айта беруді қою керек негізі ше. Жұмыс істеу керек, адам дейтін еңбек ету керек, көп жұмыс істеу керек. Есектің көтін жусаң да ақша тап дейді ғой, еңбек ету керек ең басты. Сізге қарап отырсам, нағыз бизнес тренинг адамдарды қалай байыту керек екен үйрететін адам екенсіз. Как раз мен айтайын деп отырмын, мен ойымды оқып қойдыңыз ғой сіз. Мен өзім смело байып кет атты бизнес тренингімді ашып, адамдарды жинап шақырып жатырмын да қазір. Негізі Алматыға мен келген кезде бір-ақ пакетпен келген кезінде. Қазір шүкір 2000-нан астам пакет бар үйде. Ал? Ештеңе. Осы жалпы жетістікке жетуіңіздің сыры неде? Осындай зәулім үйді қалай алдыңыз? Ең басты құпия ол тек қана шындық айту. Мен өзім өтірік айтқан адамдарды вообще жек көремін ше. Тек шындық, алыстан байқап қоямын өтірік айтып, өтірік сөйлеп тұрған ше. Тек шындық. Өзі шындық айтқан адамдарды өте қатты жақсы көремін да. Одан кейін бетке тіке айта саламын. Өзім сондай адам. Мысалы сіздің қолтығыңыз сасиды екен. Қалжыңдап отырмын. Бәсе, бір түрлі болып қалдым ғой. Бір түрлі болмау керек. Вот адам деген көп түрлі болу керек қой негізі ше. Бір мықты ақынның сөзі бар ғана, ақынның аты жөнін ұмытып қалдым енді қазір. Мынандай бір сөзі бар. Сөзін де ұмытып қалдым, негізі сондай болу керек та адам деген. Тамаша айтқан екен. Иә, өте күшті айтқан. Жақсы, Мағрипа ханым, бүгінгі керемет сұхбат бергеніңіз үшін рахмет. Қойныңызға жатсын, рахмет. Ой. Қашан айтам, өзің өтірік айтпа, Мағрипа, өтірік айтпа деп. Өтірік айтпа деймін. Қымбатты көрермендер, бізге шын мәнісінде Байқыздың рөлін сомдап берген, керемет сұхбат берген Мағрипа ханымыз осындай үйде тұрады екен. Сіздер кімсіздер? Неге түсіріп жатсыздар? Түсірмеңіздер. Айнышы, шын мәнінде Мағрипа ханым осы үйде тұрады ма? Иә, осы уақытта тұрады. Оған не болды? Оны қалай дәлелдеп бере аласыз? Уайымдамаңыз, ешнәрсе болған жоқ. Шкафта киімдер тұр. Ал ол шкафтағы киімдер шынымен де Мағрипа ханымдікі ме? Иә, есінен білінеді ғой. Мінекей, біз бір тұтып үлгі тұтқан адамымыздың түрі осындай. Аңқау елгем арамызда молда демекші, кімді бір тұтып, кімге үлгі тұтатымызды біліп жүрейік. Сіздермен бірге болған Евгений Гончаров, Махаббат Исаева арнайы 41-ші арна үшін. Сөйлешірші. Ал не болды, не таптың осыдан? Қызық қой. Күшті пранк болады, сосын оны Инстаграмға, ТикТокқа саламыз. Жақсы. Апа? Мен үйге қайта берейін, ә? Ертең келеміз да, нар жерлердің барлығын бүкіл бөлмелер таза екеуміз жинап шығамыз күшті. Просто үйге бармасам ана қыздардың барлығының тамағы бар, көздері мөлеп мені күтіп отыр да, жолдан гриль, нан, пан апарып бір мәз қуантып қояйын деп жатырмын. О, жақсы жаным. Жолың болсын. Жақсы апа. Келмесін ғой. Ертең келем. Жақсы.